passengers for Montenegro. Қайталабайдан Әзілмайдан Мысқыл бағытындағы Ысқақ әуе компаниясының ұшағына жолаушыларды тіркеу басталды. Dear passengers, we wish you a safe journey. I sincerely congratulate you on the Kazakh national holiday of Nowruz. I wish every family well. Уважаемые пассажиры, желаем вам приятного путешествия. От всей души поздравляем вас с казахским национальным праздником Наурыз. Желаем удачи каждой семье. Құрметті жолаушылар, сіздерге жақсы саяхат тілейміз. Әр отбасына амандық тілейміз. Қазақша не деп айтты? Білмеймін, сөйлеген жоқпыз ғой. Осы қазақша келгенде деп қалады бәрі. Білмеймін. Орысша мен английскіні күшті айтты да біз қазақша келгенде. Кешіріңіз, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Мальдивияға регистрация басталды ма? Аха, құжаттарыңыз Мінекей құжаттарымыз. Аха. Толқып тұрмыз. Аха, жақсы. Бірінші рет ұшайын деп тұрғаннан кейін қорқып тұрмыз кішкене. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Самолеттарыңыз құлап қалмайтын шығар, иә. Біз жаман қорқамыз, самолеттен құлап қалғаннан қорқамын мен. Құдай сақтасын, құламайтын шығар. Құламай ма? Аха. Жаным әшейін сөйлесіп қойдың, самолет құламайтын болды. Екеуіңіз бірге ұшасыздар ма? Бірге ұшамыз. Аха, құжаттарын бере қойыңыз. Жаным әшейін құжатты берші. Жаным, сіздің арманым еді, жаным. Сылайының өзінен әдеміз, қараш. Паспортта әдемі. Есіміңнің өзіне тұрады, қараш, жаным әшейін. Есімін оқышы. Таңқурай. Таңқурай. Таңқурай, жаным. Бұның неге есімі Таңқурай екенін білесіз ба сіз? Білмеймін, мүмкін мұрны таң қиықпағаннан шығар. Одан емес. Ол да бар, бірақ одан емес. Ол да бар. Бұның ата-анасы, мен ойлаймын, таңғы қурайдай қурап, не үшін қойған Таңқурай деп сен атыңды? Білмеймін, жан. Ну ладно, Аха, жақсы. Так, келіншегіңіздің құжаты. Бізге бар ғой, самолеттің терезе жағынан беріңізші. Иә. Аха, Жақын да терезе жақтан, екеуміз терезе жақта отырайықшы. Иә. жақсы, біреуіңізге оң қанаттан беремін, екіншіңізге сол қанаттан беремін, қарашы. Жаным әшейін бізді ажырата көрмеңіз. Бізді ажыратпаңыз, бізге бірге отырғызыңыз. Біз бірге отыруымыз керек. Бірге отыру үшін онда бір-бірлерінің алдарыңа отырмасыңдар, онда бір терезеге отырғыза алмаймын сіздерді. Жарайды, сен онда терезе жақта отыра бер. Аха. Сен отыра бер, мен қасында отырамын. Бірақ маған жерде не болып жатқанын айтып отырасың, жаным әшейін. Аха, жақсы. Міне келіншегіңіздің құжаты және отырғызу талонына. Мырза, мына сіздің құжатыңызда кішкене проблема болып тұр. Не болып қалды? Мына жерде құжат бойынша сіздің атыңыз Ошақбаев екен, ал сізге билетті Ашақбаев қылып алынған екен. Бір әріптен қате кетіпті. Кім алған екен өйтіп мергені? Білмеймін. Ондай болып тұрады ғой. Иә, мен өкпелемейін, кете беремін. Ашақбаев болып кете беремін мен. Кешіресіз мырза, әуежайдың тәртібі бойынша мен сізді ұшаққа отырғыза алмаймын. Мынаны барып жөндеп қайту қажет. Ошақбаев қылып алғансыз, мына жақта Ашақбаев болып тұр. Бір әріптен қате кеткен. Мен оны қайға барып жөндеп аламын енді? Соңға барып жөндеп келіңіз. Соңға барып жаным әшейін. Сендер ұшып кетпейсіңдер ма? Мен бірге барып келейінші? Енді оны мен білмеймін. Ойбай, жаным әшейін, басқа жол жоқ па? Немесе мен осында өзім жөндеп бере аламын, 6000 теңге төлесеңіз істеп беремін. 6000? Иә, төлейсің бе? Төлейсінші, Жаным әшейін. Атамның аты 6000 теңгеге өзгеріп кете салады екен ғой менің. Міне. Кешіресіз мырза, менде сізге сдача жоқ, маған майдалап алып келіңіз. Банк каспи? Мына жақтан кассаға барсаңыз, кассада Катя деген орыс апай отыр, соған барасыз, осы ақшаны беріп, разменяйте десеңіз, майдалап береді, соны алып келесіз, болды. Не деп айтады дейтін? Разменяйте десіз. Аха. Тез. Осы неге бір әріпке қадап қаласыздар, а? Енді ол мен шығарған заң. Өткізе алуға болатын нәрсе ғой. Енді әуежайдың Ақшаға келгенде істейсіздер, да? Әуежайдың тәртібі сол. Не болды? Пошел вон, извращенец. Раздевайся. Ұрыс берді. Білмеймін ғой, сен айтқанға. Тез, девушка, раздевайтесь деп маған ұрыс берді. Қайдағы раздевайтесь, разменяйте деп айтып қой саған, жаным. Разменяйте ба? Білмеймін ғой, разменяйте. Жақсы, майдалап келе қойыңыздар. Регистрация өткізеші ма? Жақсы, міне сіздің телефоныңыз және отырғызу талоныңызды алып алыңыз. Ой, рахмет. Жақсы. Сен регистрация өтіп қойдың ба, досым? Бүгін базарға бардым ғой, мен ше бағына. Таң қалдым ғой. Помидорың Пәкістандікі, қарбызың Ташкенттікі, мандарин шетмелік мемлекеттікі. Алманың өзі Қытайды кейін ғой. Біздің Қазақстанда өз бағдан басқа бірдеңе өсе ма? Штраф өсіп отыр ғой. Номер выхода на посадку был изменен. Алло. Иә, міне аэропортқа келіп тұрмын. Қазір ұшамыз, Құдай қаласа.
2 сағаттан сіздерде боламын, күтіп алыңыздар. Жақсы. Саламатсыз ба мырза, құжаттарыңызды бере қойыңыз. Сәлеметсің бе інім? Танымадың да? Кешіресіз, таныған жоқпын, құжаттарыңызды бере қойыңыз. Ай, жастар. Жастар ғой бұлар, жастар. Құжатты береміз, я, құжат қашпайды, береміз қазір. Танымай тұрсың бе? Кешіресіз мырза, мен сізді мүлдем танып тұрған жоқпын, құжатыңызды бере қойыңыз. Серьезно айтып тұрсың ба? Сен мені танымай тұрсың ба? Жоқ, таныған жоқпын, құжатыңызды беріңіз. Сволыш. Қазақтың әнін тыңдап жүрмейсіңдер ме? Бізді не кімге айтамыз осы әнді? Өзбектер болса да тыңдамайды, бізді өздерінде жетеді. Қырғыздар тыңдамайды. Сендер тыңдасын деп айтамыз ғой әнді. Мырза, уақыт алмаңыз, құжаттарыңызды беріңіз. Мен қазір күзетші шақырамын мына жерге. Сволыш. Ой, тегенде ауалаған ау. Құжатыңызды бола ма? Сволыш. Далада гүлдің жүзі бар десе таниды бұлар. Басқа кезде танымайды бұлар. Wi-Fi бар ма? Әуежайдың Wi-Fi-на кіріп алыңыз, тегін. Бә, оңбағанда. Қазақтың өнерін бағалайтын сендер ғой. Сендерге айтпаған, сендер болмасаңдар біз кімге айтамыз? Тас пен тау мен тасқа айтып жүре береміз бе? Жақсы, мырза, міне сіздің отырғызу талоныңыз, міне сіздің телефоныңыз. Мырза, кешіресіз, багажға өткізетін заттарыңыз бар ма? Жоқ. Қара домбырам, қара басым, басқа ештеңе жоқ. Кешіресіз мырза, мен мына домбыраны салонға өткізе алмаймын. Әуежайдың тәртібі бойынша бұны багажға өткізу керек. Багажда сынып қалады ғой бұл. Не салонда бірдеңе істеп білдіре ме не бір? Сенен су сұрап жатыр ма? Темекі шеге ме жоқ әлде? Бұғыне бомбы жара ма? Әуежайдың тәртібі бойынша мен домбыраны салонға өткізе алмаймын. Сондықтан да багажға өткізіңіз. Не тәртіп осы сендерде? Не тәртіп бұл? Қазақстанға келген, кез келген қонағың өз тәртібімен, өз заңымен жүреді. Біз ақ қой заңсыз жүрген айналайын. Міне қара домбырамыз екенбіз зәбір көріп жүрміз. Өз жерімізде. Мырза, енді ол менің шығарған заңым емес, сондықтан да бұнан багажға өткізу керек. Түсінесіз ба? Багажға өткізе алмаймын. Бұл сынып қалса мен кімге керекпін? Мен домбырасыз кімге керекпін айналайын? Енді әуежайдың тәртібі солай ғой мырза, енді уақыт алмасаңыз жылдам бере қойыңыз енді. Не істеймін мен? Бөлек билет алмайтын шығармын бұған мен. Өтіп жатыр ғой мына жақта. Басқалардың бәрі гитараң өтіп жатыр, саксофоның өтіп жатыр. Пианиноң өтті ғой мына жерден. Енді мырза, пианино, саксофон, гитара дегендердің барлығы, олардың барлығы кезінде Бетховен ойнаған, Бах ойнаған, Шопенгауэр ойнаған. Ол деген әлемдік аспаптар. Ал мына жай ғана қазақтың қара домбырасы, өткізе алмаймын оны. Құрманғазы ойнады ғой бұда. Құрманғазының құлағы пішік па? Мырза, бұны салонға алып кіру үшін бұған қосымша билет алу керек. Домбыраға. Кімге? Домбыраға билет аласыз, сол кезде ғана өткізіп бере аламын мен. Ойлап тұрмын. Домбыраға билет аламын ба? Аха. Не деп алам оған? Құжаттарын бере қойыңыз домбыраның. Кімнің? Домбыраның құжаттарын бере қойыңыз, мен толтырып жіберейін мына жерде. Аха. Айта беріңіз мырза. Құжатың бар ма еді? Фамилия, имя, отчествосы қалай? Әкесі Құрманғазы, шешесі Дина. Қазір. Так, жақсы мырза, мына QR-мен төлей қойыңыз мынаны. Аха, төлей қойыңыз. Жылдам оқы. Шынымен билет бересің бе сен? 69 мың теңге болды. Міне домбыраның отырғызу талонына. Сволыш. Құрманғазұлы, қош келдің ал. Мырза, сосын кешіресіз. Мен сізді мына күйіңізде ұшаққа отырғыза алмаймын. Не қаптым маған? Сіз тым қатты ұлтшыл болып киініп алғансыз. Мына қазақтың ою-өрнектерімен мен сізді ұшаққа кіргізе алмаймын мырза, өкінішке орай. Тыржалаңаш жүрген жоқпын ғой мен. Енді мырза, әуежайдың тәртібі солай мырза. Бұл қазақтың өзіміздің киім ғой міне. Өтіп жатыр ғой мына жақта айналайын. Басқаның шортиі де өтіп жатыр, басқаның дубленкісі де өтіп жатыр. Мына қай жерге бұл? Енді әуежайдың тәртібі солай мырза. Бұған да сіз қосымша билет алу керексіз. Мен сізге бір жақсылық жасап берейін, бұны детский қылып оформить етіп бере қоямын, иә? Рахмет жақсылығыңа. Сволыш. Так, мырза, мынаны да төлей қойыңыз QR-мен. Бұған не де болдық? Документ бересің ба? Документ айтпақшы, аха, толтырмаппын. Фамилия, имя, отчество? Ою-өрнек. Ою-өрнеков. Аха, төлей қойыңыз. Жылдам. Сволыштар. Оңбағандар. Міне, отырғызу талоны. Сволыштар. Өз елімізде, өз жерімізде жүрміз ғайын. Біздің заңымызды шынымен қазақта шығарып атыр ма өзі?
оңбаған сволот беттерін тілсек қан шықпайды, пелдің терісін жамылып алған бәрі. Сволочь. Номер выхода на посадку был изменен. Passengers for Montenegro Airlines flight 6. Досты, қанша сағат ұшады екен бізде? Оны анау сұлуыштан сұрасай. Күшті бар тұр. Қыздар қайда бір қарнымыз ашып кетті, бір тамаққа бірдеңе жеп алайықшы. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Так, бізге бір тамақ беріңізші, қарнымыз ашып кетті. Так, самолетта қазір тамақтың бәрі қымбат болып кетті ғой. Осы жерде жеп алайық. Страшно қымбат. Тапсырыс бересіздер ме? Ойланып аласыздар ма? Береміз біз, береміз. Жақсы, не жейсіздер? Так, не жейміз, Бірдеңе жейікші. Бірдеңе жейікші. Так. Қыздар, сіздер аспай ойлана беріңіздер. Мен басқа клиентті барып, қызмет жасап келдім. Самолет ұшып келеді, біз сразу береміз уже. Айта беріңіз біз. Ойланып қойдыңыздар ма? Ойланып қойдық. Жақсы, не жейсіздер? Не жейміз, Бірдеңе жейікші. Қыздар, аспай ойлана беріңіздер. Қазір келем, бір минутта келем. Мен келесі клиент асығысы екен соған. Бер. Немене біз клиент емеспіз бе? Енді сіздер Асығып тұрмыз ғой біз береміз. Сіздер әлі ойланған жоқсыздар. Дайын емессіздер ғой? Дайынбыз. Не жейсіздер ал? Не жейміз, бірдеңе Давай бір нәрсе жейміз. жейікші бірдеңе, так. Борщ жей саламыз ба, Илья? Борщ жасайын ба? Борщ так, чечевица Не жазамыз. жейсің? Чечевица? Жоқ, сіздер аспай ойлана беріңіздер. Ойлана беріңіздер, ойлана беріңіздер. болды, Тоқта. кетті. Жоқ, мына жақта дайын тұр екен. Жоқ, дайынсыздар ма? Дайынбыз, все. Дайынбыз. Ал дайын болсаңыздар не жейсіздер? Не жейміз? Ой, сіздер дайын емессіздер ғой, ойнап отырсыздар ма? Сіздерден басқа клиент бар ғой мына жақта. Жоқ, мен Тұрыңыз, палау жейміз. Палау, жарайды. Сізге ханым? Не жейміз? Бірдеңе жейші енді. Хорошо, Палау маған да келе палау бересіңіз. Палау жақсы. Ойланбай ақ айтса болады ғой, сон тез. Досым осы ырзамын мен саған ше. Осы жасқа үйленгенге ше. Сен үйленбей қаламайды ойымдадым ғой мен. Бірақ осы жасқа кеп деймін да, осындай әдемі, сымбатты, инабатты келіншек қартан тауып алдың, Мен өзім армандаған қыздарым бар ғой, көзге тіке қарамайтын, иманды, ибалы, бір сұрақ қойсаң, көзін төмен болса, еркек адамға қарамайтын қыздар болады. Иманды, өте ибалы. Сондай қыздар қатты жақсы көріп, бір армандадым, біреуін жолықтырсам екен деп. Бір күн қызық болды. Бір күн таң намазынан шығып, остановкаға бардым. Оқып болған соң. Остановкаға тұрсам, бір қыз тұр екен, қарындас, сағат қанша болды деп едім, ана қыз бетіме қарамайды, басым былай қарай бұрып жіберсе бола ма? Ана мен іздеп жүрген қыз ғой анау. Сосын тағы да мына жағына барып, қарындас, сағатты айтшы беріңізші десем, басым былай қарай болады. Анау таза мен іздеп жүрген иманды, көзіңе тіке қарамайды, ибалы қыз ғой анау. Сосын алдымда қаштым да кеттім, содан кейін үйленіп кеттік. Йо-майо, Құдай берем десе, сәл жерден ғой негізі. Бақытты болдысың, главный ше. Қыз тасташы оны. Осы сен бар ғой, өйстіп далаңдап жүріп қалай имамға тиіп алдың, молданың әйел болып шыға келдің ғой сен. Ой, молданың әйелі болады деп болады дейсің ба? Құдай берем десе бере салады екен ғой. Қалай? Короче, сол күні азанға дейін караокеде ішкенбіз ғой, общем, удай маспыз. Азанға дейін өлең айтып, ішіп, тәлтіректеп, зорға кеп, остановкада автобус күтіп тұрсам, мешіттен бір иманды жігіт шығып, қарындас сағат қанша болды десе бола ма? Сағат айтайын десем, аузым перегар ұрып тұр еді. Ойбай, перегарым шығып кетпесін деп былай қашсам, мынағымнан кеп, қарындас сағат қанша болды дейді. Перегардан қашып, былай қашсам, сағат қанша болды. Былай қашам, бір бақта көтерді да, ау қашып кетті. Содан имамның әйелі болып шыға келгенсің ғой. Құрметті жолаушылар, Әзірбайжан Мысқыл бағытындағы Ысқақ әуе компаниясының ұшағына жолаушыларды отырғызу басталды. Жолаушы Мейіржан Қалмаханұлы, сізді тексеру аймағына келуіңізді сұраймыз. Балам, не болды, тыныш па? Кешіресіз, сіздің сөмкеңізде рұқсат етілмеген заттар бар екен, соның барлығын осыны тастап кету қажет. Бәрін тексерді ғой, жаңа өткен едім ғой. Аха, енді шампунь бар екен, дәрі-дәрмектеріңіз бар екен, соның барлығын тастау керексіз. Ұшаққа 250 миллиграммнан артық алып кіруге болмайды. Мен дәріге бола кетіп бара жатырмын астына. Енді әуежайдың тәртібі солай, мырза. Соны тастап кете қойыңыз. Шампунь, дәрі-дәрмек, соның барлығын. Алып кететін болсам қанша теңге төлеймін? Алып кететін болсаңыз 38 теңге төлеп багажға өткізесіз. Өз 1000 теңге дәріге 38 теңге төлеймін бе? Енді әуежайдың тәртібі солай, мырза. Ішіп қой осылайын, одан қайты өз жерде құрсын. Аха, өзіңіз білесіз оны. Бір жеріме ем болар. Қалған аяқташым. Ем болсын. Мырза, енді сіз менің көз алдыма дәрі ішіп тұрғандықтан, мен сізді ұшаққа қандай күйде отырғызатынын білмеймін. Сондықтан да маған медициналық справкаңызды алып келіп бере қойыңыз. Көз алдында іштім ғой мен сенде. Енді сіз маған ұшақта әртүрлі жағдай болуы мүмкін ғой, сондықтан да медициналық справканы алып келесіз. Мақұл, душ бар ма аяқта?
душты қайтейін деп едіңіз. Ана шампуньды алмайын деп тұрсыңдар ғой, соны пайдаланайын. Мырза, сіз медициналық справканы қайдан алып келу керек екенін білесіз? Қақтан алып келейін? Сіз туылған роддомнан алып келесіз. Мен туған күнді ұмытып қалған адаммын ғой, мен қызық адам екенсің. Жылдам барып келе қойыңыз мырза, уақыт алмаңыз. Құдай, қайтемін. Passengers for Montenegro. Ашақбаев алдыңызда. Жақсы, мырза. Мырза, кешіресіз, багажға заттарыңыз бар ма өткізетін? Багажға затымыз жоқ, бізге ручной. Ручной клад, бізде 5 килодан артық ұшаққа алып кіруге болмайды, сондықтан ананы тартайық Ой, тек килограммға. киімдер ғой ішінде. Бере қойыңыз. Так. Наконец-то. Мырза, кешіресіз. Мынауыңыз 14 кило болып кетті, 9 кило артық. Әр килосын 10 000 теңгеден 90 000 теңге төлеу керек. Жынды ба? Жынды ма? 90 мың. Мынаға 90 ба? Аха, әуежайдың тәртібі бойынша енді мынау енді артық салмақ болады, ұшаққа сондықтан да 90 000 теңге төлеңіз. Ойбай, бұл бізден қымбаттап кетті ғой. Бізге 45 мыңнан 90 мың төлейміз, сумгаға сонда біз. Енді әуежайдың тәртібі солай ма? Қалай, сонда ұйқыда қалай? 90, бұл басқа самолеттен бара ма? Жоқ, екеуі бір самолетпен, бұл багажный отделда төменде болады, сіздер үстінде отырасыздар, болды. Бір самолетпен. Сонда қалай болады ол? 90 мың берсең, салмақ азайып қала ма, сонда не біле ол? Енді әуежайдың тәртібі бойынша солай ғой мырза. Енді уақыт алмаңыз, енді жылдам 90 000 теңге төлей қойыңыз. 90 мың теңге. Артық салмақ. 90 мың теңге төлей алмаймыз ғой біз. Біздің бұның ішінде тек киімдер ғой, сіздер қызықсыздар ма? 14 кило көтере алмай төлесе, сонда өтіп самолеттар келесің, 14 кило көтере алмаса онда неге ұшырмайсыздар? Уақыт алмаңыз, рахат, келе қойыңыз, өтіңіз. Бәрі ақша. Справкамды алдым. Аха, жақсы, жолыңыз болсын. Өте берейін, дем сау екен. Мынау да біздің самолетке бара жатыр ма? Иә. Мынауың бір тонна қой айналайын ау. Мен 14 килом сыймағанда анау точно. Ананы мінгізбеңіз, біздің самолет қолайдан мінгізсеңіз көтере алмайды ананы. Анау бір тоннаға ойланыңыз. Алдына отырғызбаңыз. Алдына отырғызсаң бүйтіп ұшамай қалады ана самолетіміз. Енді мырза, енді ол мен ештеңе істей алмаймын, ол багажға зат өткізген жоқ. Ол өзінің болмысы солай, бар болмысы сол, енді мен не істеймін? Енді оны да жартысынан багажға өткізбей. Ау? Жартысынан 40 астынан оны да жіберуге болмай ма? Енді әуежайдың тәртібі бойынша мырза болмайды. Қалай енді 90 мың теңге. Сар айтып жатыр ғой, оның өзінің үстінде деп ше. Біз үстіне киіп алсақ қайтеді. Бола ма? Ол енді өздеріңіздің проблемаларыңыз. Киеміз онда. Саған 90 мың төленгенше. Міне, Ашақбаева алдыңызда. Аха, жақсы. Қазір мырза. Шахкила. Иә. Жақсы. Так, мырза. Ой, өкінішті. Айыпқа бұйырмассыздар, құрметті. Айыпқа бұйырмаймыз, Ашақбаева болып кете береміз. Сіздер тіркеуге кешігіп қалдыңыздар, уақыттарыңыз бітті. Смысле біз кешігіп қалдық? Қалай біз кешігіп қалдық? Сонда біз бір ай бұрын билет алып, біз қалай кешігіп қалдық? Кешіресіз ханым, сіз кешкен жоқ, сіз бағана өтіп қойғансыз. Мен өтіп қойғанда? Ашақбаева ханым кешігіп қалды. Жаным, біз басар мен өтіп кетіппін ғой. Жаныма мен кете берейін. Неге мен бармаймын? Сіз айқайламақ түгіл шыңғырсаңыз да өте алмайсыз. Сіз кешіктіңіз. Неге кешікті мен? Кешіктіңіз, біздің тіркеу уақыты аяқталды мырза. Қалай? Ай, сен қайда? Ай, Таңқурай! Мырза? Мен тастап барады Таңқурай! Сіз артынан жетіп алсаңыз болады, келесі рейспен ұша саласыз. Ол қашан? Бір аптадан кейін. Таңқурай! Мен сен үшін фамилиямды ауыстырдым бай! Таңқурай! Жылап тұрсыз ба? Жыламаңыз. Қалай жыламайсың? Сүйгенім тастап кетті. Байқағанымша сізді серігіңіз тастап кетті ау, Иә. Малдивияға малғып тастап кетті ғой мені. Бұл өмірдің өзі қоштасу мен кездесуден тұрады. Біреу өлмей біреуге күн жоқ деген. Сізді жалғызсыратпаймыз, қарындасым. Уайымдама. Қандай қарындас? Қандай қарындас? Қарындас емеспін мен саған. Енді бүкіл қазақтың қыздары мен үшін қарындас. Қандай қыздар? Қыз емес мен вообще. Енді ол еш нәрсе қылмайды енді. Ондай болады енді. Қарындасым кішкене сабыр қыл. Не болады?
енді ондай Ей, сопляк, мен еркек, мужик, сен мен құрып кетіп жоғал бар. мужик қарындас